Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин ва ба'д. Бүгін сіздермен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен бірнеше үзінділерді келтірсек деп жөн көріп отырмыз. Тақырыбымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединаға хижрет етіп барған кезде ең алғаш не істеді? Біз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден өзінің досы, әйгілі сахаба Абу Бакр радиаллаху анхумен бірге хижрет етіп барады. Хижрет етіп барған кезде Медина халқы өте керемет қарсы алады, жаңағыдай керемет сөздер айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды әркім өз үйіне қонақ қылу үшін жаңағыдай шақырылады. Мініп барған түйесінің ноқтасын дейміз бе, жүгенін дейміз бе, соны ұстап өзінің үйіне қарай жаңағыдай сүйреуге, жетектеуге тырысады деген сияқты деректер бізде көп. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Бұл түйеге тиіспеңдер, расында бұл Алланың әмір етілген жеріне барып тоқтайды деген сияқты сөздер айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мединаға алғаш барған кезде ең бірінші болып өзінің мешітін тұрғызады. Бұл мешітті Алла Тағала таңдайды, қай жерге тұрғызылуы керек екен. Ол жер екі жетім баланың жері болған айтылады, және ол жерді қай сахаба сатып алды деген тақырыптарға иншалла кеңірек тоқталатын боламыз. Екінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мединаға келген кезде жасаған ісі бұл өзінің тұратын бөлмелерін салдырды дейді. Бірінші бөлме салат, ол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Сауда анамызбен некелі болған. Кейін Айша анамызбен үйленгеннен кейін екінші бір бөлме салдырылады. Ол бөлменің, жаңағы бөлменің қасына Сауда анамыз бірінші бөлмеден екінші бөлмеге ауысады. Айша анамыздың бөлмесі бірінші бөлме болып қалады. Әлі күнге дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол Айша анамыздың бөлмесінде жатыр. Бұл да бір арнайы жеке бір тақырып иншалла. Үшінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істейді? Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Мединаға келген кезде үшінші болып бұл Суфа сахабалардың орнын бекітеді, орнын тұрғызады. Бұл да бір мешіттің бір бұрышында болған айтылады. Бұл жердегі сахабалар кімдер болған? Тек қана кедей кепшік сахабалар болған ба? Әлде бұл жерде бақуатты сахабалардың ұлдары да болған ба бұл мектеп медреседе? Бұл сахабалардың саны нешеу? Мақсат неде? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін бұл сахабалар қандай қызмет іс атқарды деген сияқты тақырыптарға иншалла кеңінен тоқталатын боламыз. Төртінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жасаған іс әрекеті бұл мұсылмандарды бауырластырды. Мухаджир мен ансарларды табиғатына сай, мінезіне сай, тұрмыс тіршіліктік жаңағыдай әлеуметтік жағдайына сай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам меккелік мухаджир мен мединалық ансарлықтарын бірін-біріне бауыр қылған. Бұл да бір кең тақырып, өте бұның хикметі де өте керемет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кіммен кімді бауырластырды? Хижрет етіп келген мухаджирлердің саны нешеу еді? Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бауыры кім болды? Деген тақырыптарға Алла қаласа кейінгі дәрістерде де кеңірек тоқтауды жоспарлап отырмыз. Одан кейінгі бесінші мәселе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жасаған бесінші ісі бұл Васиқатул Мәдина, бұл Сахифатул Мәдина деген атпен танылған заңнама кітапшасы, парақшасы жазылады. Бұл кітапшаның ішінде не бар? Мединаға барған кезде Медина тұрғындарының арасында әлі де ислам дінін қабылдай қоймаған арабтар және ол жерде еврейлер болған. Мұсылмандар хижрет етіп барғандықтан үш дін өкілі пайда болады. Енді мушриктерді дінін Құрайш сүресінде дін деп айтқандықтан Алла Тағала олардың да бір діні болған.
Осы үш дін өкілдері тату тәтті өмір сүру үшін қойылған, жазылған заңнама. Ғалымдарымыз бұл Сахифатул Мәдина 52 баптан тұрған, оның 25-і мұсылман мен мұсылманның арасындағы қарым-қатынас мәселелері қамтылса, қалғаны араб мүшриктері мен еврей ұлтының арасындағы мұсылмандар бірін-бірімен қарым-қатынасы қалай болуы керек екені жазылған осындай кітапша. Бұл кітапшаның жазылу хикметі неде? Жалпы бұны түсінсек, ғалымдарымыз айтады, мұсылмандар көп нәрсені түсінеді дейді. Бұл жерде толеранттылық бар, бұл жерде өзге дін өкілдерімен диалог деген нәрселер жатыр. Терең мағына астында жатқан айтылады. Алла қаласа бұған да кеңірек тоқталуды жөн көріп отырмыз. 6-шы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мединаға келген кезде не істеді? Біздің тілмен айтатын болсақ, қазіргі таңдағы экономикалық мәселелерді реттеді. Мединада еврейлердің 14 базары болған айтылады сол кезде. Демек, экономика еврейлердің қолында болған. Мұсылмандар не істеді? Бұл еврейлерге қарсы тұру үшін бір ұлттың жалауын алып, байрағын алып, көшеге айғай шумен шығып, неше түрлі жаңағындай керемет көрінген сөздер айтып, жалауды алып өртеп деген сияқты ондай бір нәрселерді біз көрмейміз. Мұсылмандар даналықпен өте ақылды қадамдарын басты. Соның бірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кәсіпкер сахабалардың басын қосып, қай жақтан бастаймыз, не істей аламыз деген тақырыптарды қозғап, су мәселесі көтереді бірінші. Араб жазирасында, жалпы жазиратул араб дейді, су мәселесі өте маңызды. Күн аптап ыстық, тұщы сулар тапшы, жалпы су тапшы өңірде судың құны өте жоғары. Мединада бір еврейдің құдығы болған айтылады, Би'ру Рума дейді, оның аты. Осы құдықтың суын сатып кәсіп қылатын. Мұсылмандар да Мединадағы, жалпы Мединаның тұрғындары осы құдықтан су алып, күнін көріп жатқан айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім Би'ру Руманы сатып алса, мұсылмандар үшін оған жәннат дейді. Бұл сөзді естіген Хазіреті Осман орнынан тұрып, қол көтерместен дереу тұрып, барып, евреймен саудаласып, ол еврей басында сатпай, бағасын әбден көтеріп, соңында 50% сататын болып келседі. 50%-ның өзін 25.000 дирхамға сатып алынғаны айтылады деректерде. Хазіреті Осман радиаллаху анху бұл құдықты сатып алғаннан кейін мұсылмандарға келіп, бір күні біздікі, бір күні өзінің бұрынғы егесінікі, біздің кезегіміз келген кезде 2 күннің суын алыңыздар, келесі күні барып шығындалып су алмаңыздар деген сөз айтады. Осыдан кейін әлгі еврейдің кәсібі тоқтап, құдықтың екінші жартысын Хазіреті Османға 14 дирхам, динар емес бұл жолы дирхам, күміс ақшаға әрең сатқаны келеді деректерде. Бұл да Хазіреті Османның, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мектебінің керемет шәкірттері екенін білдіреді. Сауапты іс болса да ақшаны ысырап етпеу мәселесі осы жерде көрінеді. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам базар ашайық дейді. Бір мекенді таңдап, шатыр тігіп, біздің тілмен айтқанда ішіне бутиктар қойып деген сияқты базар ашады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам базар ашқаннан кейін мынадай сөз айтады. Кімде-кім ерте барса базарға затын алып, саудагер. Бір бутикті таңдап, сөзге затын жайса, ол соныкі кешке дейін. Және оған ешқандай аренда төлемейді дейді. Осылайша мұсылмандар 3 жылдың ішінде базарды өте дамытып, кеңейтіп, ол бір рет еврейлер тарапынан өртенеді бұл базар, қайтадан кеңін ашып, 3 жылдың ішінде өте керемет базарға айналып, тіпті еврейлер сата алмай жүрген затын жалға бір орын алып, мұсылмандардың базарына кіруге де тырысқан деп айтылады деректерде. Осы мәселелерге иншалла алдағы дәрістерімізде кеңірек тоқталуды жөн көріп отырмыз. Ва ахир дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.